Олар мені торнадо кезуші деп атайды. Кішкене жел басталып бұлт қаптағанда мен көлігімді оталдырып дауылға қарай бет түсемін. Дені дұрыс емес деп ойларсыз мүмкін, бірақ мен мына бір құбыжықтарды зерттеп сіздерге айту үшін барам. Торнадо өздігінен қатты айналатын құйын, найзағайлы бұлттардан пайда болады және жер бетіне қарай шұңқыр кейпінде бағыт түзейді. Торнадо орын алған кезде сол аймақ өте үлкен зардап пен шығын тартады. Бұл нәрсені зерттеу үлкен пайдалар алып келеді. Шындығында адамдар әлі күнге дейін торнадолар қалай пайда болатыны туралы біле бермейді. Әр торнадоның пайда болу жағдайы ерекше және өте қызық. Торнадоларды зерттей келе көп нәрселерді білдік. Мысалы, торнадо пайда болар алдында не болады? Саяхатқа бір өзің шығасың ба? Торнадо найзағайдан басталады. Жай найзағай емес, бұл найзағай бұлттарының ерекшелігі өте үлкен және алып ұяшық деп аталады. 58 шақырым биіктікте орналасады және найзағаймен бірге қуатты желдер басталады. Кейде бұл найзағаймен бірге бұршақ немесе нөсер жауып та басталады. Осындай бір дауыл торнадоны туғызады, бірақ тудыру үшін кейбір шарттар қоса бар. Біз бұларды зерттедік және торнадо пайда болардың алдында оны соған қарай болжай аламыз. Ауаның көтерілуі торнадо үшін ең қажетті бірінші ингредиент. Дауыл негізінен конденсация арқасында пайда болады. Конденсация негізінде жылу бөлінеді, және бұл жылу ауаны жоғарыға қарай көтереді. Конденсат көп болған сайын бұлттың көлемі мен қуаты да арта береді. Ал ұяшыққа жеткен кезде бұлт өте қуатты күйге жетеді. Көтерілген ауа жылдамдығын арттыра береді және нәтижесінде бағытын да ауыстыра алатын болады. Ақырында дауыл арқасында ылғалдылық артқанның әсерінен аспанда алып ылғалды бұлттар пайда бола бастайды. Бұл бұлттар торнадоға бастапқы пішінін жасап беруге көмектесетін болады. Барлық шарттар орындалғаннан кейін найзағаймен бірге ұзын және жіңішке құйын жерге қарай бағыт ала бастайды. Біз бұны мезоциклон деп атаймыз. Суық және құрғақ ауа мезоциклонның сыртынан айналуын жалғастыра береді. Бұның әсерінен құйын жерге қарай бағытын жеделдете түседі. Жерге жақындай бастаған кездегі сценарий мезоциклонның ішіндегі температура мен сыртындағы температура арасындағы үлкен айырмашылыққа алып келеді. Ал бұл өз кезегінде құйынды қуаттандыра түседі. Мезоциклонның асты жақ бөлігі жерге қарай жақындай бастағанда құйынның тығыздығын арттыра түседі. Егер құйын осы бір жылдамдығын жалғастыра берсе, үсті жақ бөлігінен бұлттар да бірге айналып жер мен аспан арасында байланыс басталады. Мезоциклон аяғы ақыры жерге тиіп, торнадо пайда болады. Көбісі негізінен 105-180 км/сағат жылдамдықпен кішкентай және аз уақыт қана болады. Бірақ кейбіреулері 320 км/сағатына жылдамдықпен 1 сағаттан аса уақыт жалғасуы мүмкін. Олар әдемі, бірақ өте қауіпті. Әсіресе сіз тұратын елді мекеннің қасынан басталса. Ондай кезде ешкім, тіпті мен сияқты торнадо кезушілер де оған сүйсініп қарай алмайды. Бүкіл нәрсе сияқты торнадоларда ақырында тоқтайды. Температураның айырмашылығы жоғалғанда және тұрақтылық пайда болғанда немесе ауадағы ылғалдылық құрғап кеткенде бұл қаһарлы құйын өз моменттілігін жоғалтып, торнадо жоғала бастайды. Сонда да метеорологтар немесе мен сияқты торнадо кезушілер бұл торнадолардың ізін іздеп, бұндай торнадолар қайта пайда болып, жібін бізге жібере ма деп жалықпаймыз.